Саламатсыздар ма достар? Бізде бір кеше мошенникқа кезігіп қалдық. Шәкіртімен сабақ өткізіп жатқан кезде бір мошенник шығып қалды. Осы P2P платформасында, Bybit'та. Біз не істедік? Біз кеше бір ордерға кірдік. 477-ден сату керек болды бізге. 1400 USD осындай суммаға. Бірақ ол бізге ақшаны жібермеді бөлінген уақытында. Өзі мынандай нәрсе жазып отыр. Добрый, ордер совершаю по тенге, счет этой биржи Bybit, покупатель отправляет на него тенге до перехода к нему права собственности. Текстін қарасаңыз, кішкене андай логикасы жоқ та. Может, даже орыс емес те болуы мүмкін. Қате жазылған, біріншіден қарайтын жері. Екіншіден, бұне ол бізге сразу бір үйретіп жатыр да, қалай жасау керек екенімізді. Как это происходит? Я отправляю деньги на тенге баланс Bybit с дальнейшей отправкой на вашу карту. Представляю чек по вашему ордеру, после чего вы отпускаете монеты. Так, бізге қандай жағдай болса да, біз USDT-де сатып жатқан кезде ешқашан ақша бізге түсті деп переводта қабылдамау керекпіз. Егер біз ақша бізге түсті деп мына жерде мойындап қойсақ, перевести деп басып қойсақ, ақшаны получили деп, онда ордер уже орындалған болып есептеледі де, біздің счетымыздағы ақшамыз кетіп қалады. Одан кейін мен оған былай жауап бердім. Кеше вы отправляете денежные средства на указанные мною реквизиты, и после этого я подтверждаю получение, и биржа направит вам токены USDT деп жазып. Бұл жерде мошенник не читайте деп өзінің условияларын диктовать етіп отыр. Бұл дұрыс емес. Қайтадан түсіндіріп отыр. Байқасаңыз, екеуінің тексті бірдей міне. Даже қайтадан жазған жоқ, просто копировать ставитпен қайтадан қойып отыр. Оған мен қайтадан жауап беріп отыр. У вас указан способ оплаты, конкретный банк, и заранее до поступления суммы вам ничего я не отправлю деп жазып отыр. И фиат на карту не выходит сразу деп түсіндіріп отыр. Жалпы бұл кісінің айтып отырған сөзі де физически жасалмайды биржада. Одан кейін ордер отмена болды, апелляция отменен, служба поддержки шықты, не апелляция болып қарастырды, не служба поддержкидің жауабы шығып отыр. Неуважаемый пользователь, мы приступим к отмене данного обращения, поскольку обнаружили мошенничество дейді. Демек, сол менің айтқан ойым дұрыс болып шықты. Мына кісіні күдігі бар да мошенничествоға. Жалпы бұл кісі өте үлкен ордер ашқан кеше, где-то 7-8 миллионға ашқан. Даже алданып қалған адамдар да болуы мүмкін. Ішіне кірсек, отзывтарында мен кеше байқағаным, мына жерде өте көп отзывты бір жарты сағат бұрын, 1-2 минут бұрын жасап алған да. Жарты сағаттың ішінде, 1 сағаттың ішінде өте көп отзывтар жасап алған да, жақсы тексттермен, дайындап суммалармен. Обычно бұндай отзывтарды қалдырмайды да адамдар. Мен осыншама алдым деп. Болмайтын нәрсе. Одан кейін кеше мына отзывтар болған жоқ. Мне екі адам жазып жүріпті. Скам, деньги не пришли, разводят новичков под предлогом перевода через Bybit Wallet. Тогда мне не отправил средства спустя 30 минут после подтверждения ордера. На сообщение отвечать перестал, похоже на мошенничество. Сонда мына екі адам потенциально алданып қалуы мүмкін дейді. Өйткені ордер отмена болған кезде отзыв қалдыра алмайсың ғой. Мына екеуі, значит, подтверждение берді. И, возможно, ақшасы кетіп қалды бұл кісілердің. Қазір қиналып жатыр деген сияқты. Ордерлары. Соң кейін маған кеше күдік көрсеткен жері, күдікті көрінген жері, міне 25 ордер соңғы 3 айдың ішінде, бірінші сделканы 7 апта бұрын жасаған, 7 күн бұрын жасаған. Міне өтірік статистикада бір аккаунтты дайындап, адамдарды осылай алдап жатыр.
енді адам даже мошенник мына адам болмауы да мүмкін. Сол кісінің атынан ашылған бір сатып алған, бір аша салған анкета болуы мүмкін. Бірақ жалпы байқаңыздар енді достар, осындай нәрсеге орныққап жүрмеңіздер.